Сәлем менің құрметті көрерменім, каналыма қош келдіңіз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Қандай жағдайда ораза ұстамауға рұқсат етіледі? Ислам діні ораза ұстауға шамасы келмейтін кісілерге жеңілдік береді. Яғни, кейбіреулері оразаны Рамазан айынан басқа бір уақытта ұстаса, басқалары оның орнына пидия беріп, оразаның ауыртпалығынан босатылады. Шариғат бойынша мына жағдайларда ораза ұстамауға рұқсат етіледі. Ең біріншіден ол науқас адам. Мерт болуы, белгілі бір ағзаның зақымдануы, жаңа аурудың пайда болуы және аурулардың асқыну қаупі күшейгенде, сондай-ақ білікті әрі әділетті мұсылман дәрігердің кеңесімен ораза ұстамауға рұқсат етіледі. Дерт өз жанына немесе қайсы бір ағзасына зақым болуынан қорықса, оразасын ашады деп бір ауыздан пәтуа берілген. Екіншіден, жолаушы жандар. Жолаушының жолы жеңіл әрі қиындықсыз болса да, оған ораза ұстамауға және намазын қысқартып оқуға рұқсат етіледі. Сапарға шыққан адам ораза ұстаса да, ұстамаса да болады. Мүмкіндік болса, ұстағаны жақсырақ. Жүктілік және бала емізу. Жүкті және емізулі баласы бар әйелдер өзі және жатырдағы баласы үшін қауіп сезінсе, оразасын тоқтата алады. Бұл мәселенің шешімі тәжірибе арқылы ойдың басымдылығы немесе білікті әрі әділ мұсылман дәрігердің кеңесімен айқындалады. Жүкті және бала емізетін әйел өзінің не баласының денсаулығына қауіп келуінен қорықса, оразасын ашып қаза қылады. Алла тағала ораза ұстаудың өздеріне пайдалы екенін білесіңдер ғой деп, оны ораза ұстауды немесе ұстамауды әйелі мен баласына ешқандай зиян келтірмесе ұстауға кеңес берген. Шөл мен аштық. Қатты шөлге не қатты аштық өлімге немесе қауіпті ауруға себеп болса, онда оразаны тоқтатып, оны кейін өтейді. Өйткені шариғат бойынша адам баласы өмірін сақтауға міндетті. Құран кәрімде өз қолдарыңмен өздеріңді өлімге байламаңдар дейді. Бірақ денсаулыққа зиян тимейтін аз ғана шөл мен аштықты сезініп, оразаны тоқтата салу дұрыс емес. Кәрілік. Ораза ұстауға шалмасы келмейтін кәрі ер мен әйелге ораза ұстамауға және оны өтемеуге рұқсат етілді. Бірақ ұстамаған оразаның әрбір күні үшін бір кедейді тамақтандыруға бұйырылды. Хайыз кезінде әйелдер ораза ұстамайды, бірақ кейін қазасын өтейді. Айша анамыз, бізден кім хафиз немесе нифаз болса, оған оразаны қаза етіп, намазды қаза етпеуді бұйыратын деген. Балалық пен ақылы кемдік. Балиғат жасына толмаған бала және ақылы жоқ адам ораза ұстауға міндетті емес. Ауыр жұмыс. Біреудің өміріне жауапты әрі зәру қызмет иелері ұшқыш дәрігер болуы мүмкін. Және ауыр жұмыс иелері, яғни кенші, металлург, құрылысшы сияқты мамандық иелері ораза ұстауға шамасы жетпесе, оны кейінге қалдыра алады. Сонымен қатар, елдің қарулы күштері бейбітшілік жағдайдан соғыс жағдайына көшірілген кезде ораза тұту әскердің қырағылығы мен жауынгерлік дайындылығын әлсіретуге алып барса, оразаны тоқтатуға рұқсат етіледі. Алайда жұмыс немесе қызметтің ауыр болуына қарамай, ораза ұстауға мүмкіндік табылса және оның оразасы өзіне немесе өзгеге зиян тигізбесе, ондай адамға ораза ұстау міндет болады. Рамазан айында ораза тұтуға күш-қуат бер,
және бұл айды өзің разы болатын іс-әрекеттермен жеткізуді нәсіп ет, Аллах тағалам. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, оразамыз қабыл болсын.